Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен орешкиді заказға қалай дайындалынатын арнайы өзін дайындайтын жеріне барып көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі разрыхитель, ванилин. Осылай 4-5 қасықтан қосып аламыз. Сосын 5 жұмыртқа. Осылай 5 жұмыртқамызды жарамыз үстіне. Бәрін граммен өлшеп қосамыз. Қант қосамыз. Не? 300 грамдай қант. Жақсылап миксерлеп аламыз. Енді бізге ұн керек. Ұн 1 кило 250. Оны бөлек ыдысқа салып, осылай өлшеп аламыз. Үстіне сары май салатын боламыз. Сары май бізде 500 грамдай. Осылай крошка жасап аламыз, сары май мен ұнды бөлек. Крошка жасап болғаннан кейін бағана дайындап болған сұйық массамызды ұнның үстіне құятын боламыз. Енді екеуін біріктіріп қамыр илейміз. Өте жұмсақ, қамыры мягкий болады. Міне қамыры дайын. Осындай жұмсақ тесті болады. Енді осы тестаның 7 грамға бөліп шығамыз. Осылай тестаның барлығын осылай 7 грамман өлшеп шығамыз. 7 грамнан болу керек. 8, біреуін 9 қылып жібермеңіздер. Өйткені біз пісіргенде оны жабыстырамыз ғой ортасына кремін жағып. Сол кезде бір-біріне тура келмей қалады. Сол жағына мән беріңіздер. Міне осылай 7 грамнан өлшеп алған қамырымызды осылай домалақтап шығамыз. Енді холодильникке саламыз. Міндетті түрде 10 минут, 20 минутқа аздап қатырып аламыз. Алдын ала орешки пісіретімізді қыздырып аламыз. Осылай салып, мына жерде өзінің сағаты болады. 2 деген соған бұраймыз. Өзі тоқтайды. Сол кезде ашып алатын боламыз. Міне осылай піседі орешкиларымыз. Осылай бір қолымызға қолғап киіп, бір қолымызға таяғымызды алып, осылай түртіп отырсаңыздар, өзі оңай түсіп қалады. Қатты шұқудың қажеті жоқ, өйткені бұл өте нәзік, үгітіліп кетуі мүмкін. Не осылай орешкаларымыздың жан-жағын тазалаймыз. Не осындай қып тазалап аламыз. Не қырып мен тазалап жатырмын уже. Осылай жан-жағын тазалап, ортасына варенкемізді жағып, осылай бір-біріне жабыстырамыз. Бұл заказға қабылдап жатқан біздің орешкиміз. Орешкидің негізгі бағасы килограммы 5000 теңгеден. Сіздер бұмен бизнес жасасаңыздар да болады. Енді білмеймін қай қалада қандай екені килограмм, бірақ Астана қаласы бойынша орешкидің бағасы килограммы 5000 теңгеден. Сіздердің қалаларыңызда қанша екенін комментарияға жазып кетіңіздер. Негізі дайын бизнес түрі.
қоспасы қолжетімді, бірақ сатқан кезде қымбат болады. Осы біз жаңағы жасаған тестадан примерно 5 килограммдай шығады. Осылай бәрін жастырып шығамыз. Міне біздің орешкаларымыз дайын. Сіздер де осылай жасап, бизнес қылсаңыздар болады, болмаса балаларыңызға жасап берсеңіздер де болады. Сіздермен болған Салтанат, келесі кездескенше.